Сәлеметсіңдер ме, студенттер? Біз электротехникалық материалтану пәнін бастаймыз. Пәннің атауы электротехникалық материалтану, электроэнергетикасы мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналады. Пәнді оқыту форматы аралас. Оқу тілі қазақ тілі. Электроэнергетикасы мамандығының екінші курс студенттеріне арналады. Бұл пәнді оқып үйрену үшін физика курсын бітіруіміз тиіс. Курста келесі негізгі бөлімдер қарастырылады. Магнитті материалдар, өткізгіш және асқын өткізгіш материалдар, жартылай өткізгіштер, оқшаулама материалдар және белсенді диэлектриктер. Сонымен қатар, электротехникалық материалдардағы негізгі физикалық үрдістер қарастырылады. Материалдарға магниттік, электр және жылу өрістері әсер еткен жағдайда пайда болатын құбылыстар сипатталады. Механикалық әсерлер, қоршаған ортаның әсерлері қарастырылады. Көптеген электроэнергетикалық материалдарға талдау жасалады. Олардың қолдану ортасы сипаттамасы беріледі. Пәнді оқып үйрену нәтижесінде электр энергетикасы саласында қолданылатын материалдарды қолданысына қарай ажырата аласыз. Материалдардың құрылымдары мен негізгі қасиеттерін білесіз. Электроэнергетикалық материалдарды дұрыс таңдай білесіз. Заманауи электротехникалық материалдардың қасиеттері мен қолданыс аймағын танып білесіз. Өз бетіңізше материал таңдау барысында туындаған сұрақтарға жауап бере аласыз. Және материалдарды қолдану барысында пайда болған мәселелерді шеше аласыз. Бұл курста 15 тақырыпта лекция беріледі. Әр лекцияның өзінің видео дәрістері болады. Лекцияның соңында квиздар болады. Сол квиздарға жауап беру арқылы сіз өзіңізді білім деңгейін тексере аласыз.